Баршаңызға сәлем. Бүгін қоян етінен ерекше қуырдақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Және де менің каналыма тіркеліп, қасында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Егер сіздер қоян етін жеп көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше шығады. Басты ингредиентіміз әрине ол қоян еті. Бізде қоян еті кішкентай болғандықтан екеу қолдандым. Осылай пышақпен қалауларыңыз бойынша бөліп алыңыздар. Егер қояндарыңыз үлкен болған жағдайда бір қоян жеткілікті. Қоянның етін пісірместен бұрын 1-2 сағатқа тұз салып, суық суға осылай маринадтап қоюларыңыз қажет. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Мен асығыс болғандықтан мен жарты сағатқа ғана қойдым. Негізі 1,5-2 сағатқа қою қажет. Сонда жаңағы қоян етінің артық иісі, дәмі шығып кетеді. Қызып тұрған майға қоян етін осылай салып, осылай ағарғанша қуырамыз. 10 минуттай қуыру қажет. Етіміз қуырылғанға дейін картопымызды осылай турап аламыз. Бұл қуырдаққа өте көп нәрсе керек емес. Пияз, сәбіз және де сарымсақ қоссаңыздар да жеткілікті. Бәрін алдын ала осылай турап алдым. Етіміз әбден қуырылғанға дейін бәрін осылай дайындап қойдым. Етіміз әбден қуырылды, оның үстіне пияз бен сарымсақты салып, тағы да бір қуырып аламын. Одан соң сәбізді салып, тағы бір 10 минуттай қуыру қажет. Дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш сепсеңіздер болады. Үйіңіздегі бар приправаларды қоссаңыздар да болады, дәмі ерекше шығады. Бұл негізі қоян еті өте жеңіл, ешқандай ауырлығы жоқ, майы жоқ, тауық еті сияқты жеңіл келеді. Әбден сәбізімізге дейін әбден қуырылған соң 2 ас қасық томат пастасын салып, қызарғанша қуырамыз. Томатымызды қызарғанша қуырып, үстінен 1,5 литр қайнаған су құйып, баяу отта етімізді пісіретін боламыз. 40-45 минут пісірсеңіздер жеткілікті, себебі қоян еті тез піседі. Біздің етіміз пісті, енді үстіне туралған картопымызды саламыз. Картопымыз езіліп кетпеуі үшін бетіне ғана қойып, тұз сеуіп, қақпағын жауып, бұқтыратын боламыз. Картопымыз пісейін дегенде осылай араластырып алыңыздар. Суымен бұғып піседі. Одан соң үстіне езілген чеснок пен укропты салып, 5 минутқа бұқтырып аламыз. Одан соң дастарханға қоя берсеңіздер болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте ерекше, дәмді, басқа қуырдақтарға еш ұқсамайды. Дәмі деген ерекше болады. Менің каналыма тіркеліп, қасында қоңырау белгісін басып кетулеріңізді өтінемін. Ас болсын.